Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Қазақ тілі сабағына қош келдіңдер. Сабағымыздың тақырыбы туған өлкем бөлімі бойынша мен не үйрендім? Бүгінгі сабағымыздың мақсаты оқыған мәтіндердің мазмұны бойынша жиі қолданылатын сөздер мен сөз тіркестерін қатыстырып, сұраққа жауап жазу. Сюжетті сурет негізінде сөйлеу. Құрметті оқушылар, бүгінгі сабақтың бағалау критерийі және дескрипторымен таныс болыңдар. Бағалау критерийі оқыған мәтіндердің мазмұны бойынша жиі қолданылатын сөздер мен сөз тіркестерін қатыстырып, сұраққа жауап жазу. Сюжетті сурет негізінде сөйлеу. Дескрипторлар тірек сөздерді қолданып, сөйлем құрап жазады. Суреттерді пайдаланып, сөйлем құрап айтады. Берілген сұрақтарға жауап береді. Сөйлемді жалғастырып жазады. Балалар, бүгінгі сабағымызды аралдарға саяхаттаумен бастаймыз. Біз сендермен 4 аралға саяхатқа шығамыз. Бірінші арал Білім теңізі аралы, екінші арал Бермуд үшбұрышы аралы, үшінші арал Белгісіздік аралы, төртінші арал Қуаныш аралы. Олай болса, балалар, саяхатымызды бастайық. Бірінші арал Білім теңізі аралы. Балалар, қараңдаршы, бұл аралда бізге адасқан сөздерден сөйлем құрап жазыңдар деген тапсырма берілген екен. Қане балалар, берілген сөздерден сөйлем құрастырып жазайық. Жақсы балалар. Орындап болсақ, өзімізді тексеріп көрейік. Әлібек ағашқа су құяды. Әкем күрекпен қазады. Аула сыпырушы ауланы сыпырады. Әлібек қоқыс тастама. Жарайсыңдар, балалар. Екінші арал Бермуд үшбұрышы аралы. Балалар, қараңдаршы, қандай әдемі суреттер. Біз бұл суреттерді сөйлетуіміз керек. Ендеше, балалар, суреттерді пайдаланып, пирамида әдісі арқылы ауызша сөйлем құрастырайық. Бірінші кім, екінші немен, қайда, неге, нені, үшінші не істеді деген сұрақтарға жауап таба отырып құрастырамыз. Жарайсыңдар, балалар. Бұл тапсырманы ойдағыдай орындадыңдар деп есептеймін. Ендеше өзіңді тексер. Әлібек жерді қазды. Ағам ауланы сыпырды. Әмина гүлге су құйды. Жарайсыңдар, балалар. Келесі үшінші арал Белгісіздік аралы. Балалар, бұл арал өзінің сұрақтарымен өзгеше арал екен. Қараңдаршы, бізге сұрақтар беріліпті. Ендеше, сол сұрақтардың жауабын өткен сабақты еске түсіре отырып, жауап беріп көрейік. Бірінші сұрақ. Сен қайда тұрасың? Ауылда ма, қалада ма? Мынау қандай көше? Көшені күнде тазалай ма? Аула сыпырушы не істейді? Сендер тазалықты сақтайсыңдар ма? Жарайсыңдар, балалар. Қаншалықты дұрыс жауап бердік екен, тексеріп көрейік. Бірінші сұрақ. Сен қайда тұрасың? Ауылда ма, қалада ма? Мен қалада тұрамын. Екінші сұрақ. Мынау қандай көше? Мынау кең көше. Көшені күнде тазалай ма? Иә, көшені күнде тазалайды. Аула сыпырушы не істейді? Аула сыпырушы ауланы сыпырады. Сендер тазалықты сақтайсыңдар ма?
Иә, біз тазалықты сақтаймыз. Жарайсыңдар балалар. Әне міне дегенше соңғы аралымызға да келіп жеттік. 4-ші арал қуаныш аралы. Бұл арал бізге қуаныш сыйлайды. Өйткені бұл аралда ата әжеміздің ауылы туралы айтамыз. Бұл аралда бізге берілген сөйлемді жалғастыр деп беріліпті. Берілген сөйлемді жалғастырып жазайық. Жақсы балалар, бұл тапсырманы ойдағыдай орындадыңдар деп есептеймін. Ендеше өзіңді тексер. Атамның үйі үлкен. Атамның алма бағы бар. Мен алма жинаймын. Аулада бақша бар. Атам бақша суарады. Мен атама көмектесемін. Жарайсыңдар балалар. Келесі өздік жұмысқа арналған тапсырмаға назар аударыңдар. Берілген сөйлемдерге жіктік жалғауы жалғап, үйде жазамыз. Жекеше түрде және көпше түрде. Сонымен балалар, сабағымыздың соңына да келіп жеттік. Бүгінгі сабақта сөйлем құрауда тірек сөздерді қолдана білуді, суреттерді пайдаланып сөйлем құрауды, берілген сұрақтарға жауап беріп, сөйлемді жалғастыруды үйрендік. Осымен балалар, сабағымыз аяқталды. Баршаңызға пайдалы білім тілейміз. Сау болыңыздар.